Здравствуйте, друзья! Мы из Мотора Шымкент, мы автоклуб, группа людей со схожими интересами и любящими своих железных коней. Все участники плотно общаются друг с другом и дорожат дружбой. Основными увлечениями являются так называются сходки, то есть мы регулярно собираемся в назначенное время. На сходках мы общаемся опытом в эксплуатации авто, обмениваемся новостями, катаемся по городу. В общем, весело и продуктивно проводим досуг. Міне біз Мотора Шымкент автоклубы толық құраммен жиналып, Тараз қаласына жол тартудамыз. Также неотъемлемой частью нашего сообщества является меценатство, в частности, посещение детских домов, что вошло в обязательное правило один раз в год. Біз міне Тараз қаласындағы өмірі қиын жағдайларға ұшыраған балаларды қолдау орталығына келдік. Организовывая поездку в детдом, мы пытаемся уделить деткам внимание и на какое-то время отвлечь их от повседневной рутины. Біздің осы балалар үйіне келу мақсатымыз осындағы барлық балаларға спорттық және мерекелік іс-шаралар арқылы балаларға жақсы көңіл күй сыйлау болады. И дать им то тепло, ту заботу и любовь, которая у них отсутствует из-за отсутствия родителей. Мы надеемся, что дети были счастливы. В дальнейшем мы планируем посетить все города Казахстана. До скорой встречи, ребята! Біз Мотора Шымкент автоклубы 2015 жылдан бері Шымкент қаласында өз қадамымызды нық басып жүріп келеміз. Біздің автоклубта 40-тан астам адам бар. 40 бала бір үйдің баласындай ұйымшылдықпен алдымыздан шыққан қиындықтардан тайсалмай асып өтудеміз белестерден. Біздің автоклубтағы әр баланың ойы біз үшін өте маңызды. Мысалы, қаламыздағы болып атқан кез келген мерекелік іс-шараларға атсалысуда біздің балалардың әрқайсысының жеке ойларын тыңдаймыз. Содан келіп бір ортақ шешімге келеміз. Мысал алатын болсақ, 9 мамыр ұлы жеңіс күніне бәріміз бірігіп танк істедік. Одан өте бере әр жаңа жылда автомобильдерімізді қойып, автошырша ұйымдастырамыз. Сондай біздің автоклубқа келіңіздер, есігіміз ашық, қосылыңыздар бізге. Цель нашего визита – устроить позитивное, незабываемое шоу детям. И так как мы являемся участниками автоклуба «Мотора Шымкент», мы хотим заинтересовать нынешнюю молодежь и детей к такому редкому виду хобби, как автоспорт и автотюнинг.